төсек тартып, мүгедек қылып, сал қылып, ауыр болып жатқан, қаншама адамның ажал құшып бұл өмірден өтіп кетуіне себеп болып жатқан бүгінгі 21 ғасырдың дерті сиқыр дуа жайлы сіздерге айтып бергім келіп отыр. Көп адамдар сұрақ туындайды, сиқыр дуа бар ма екен, жоқ па екен, қалай білуге болады екендігін. Енді Құранда көріп келдік, харам болсаң ондайға баруға болмайтынын білесіздер. Сондықтан сиқыр дуаның бірнеше белгісін айтқым келіп отыр. Егер белгілі бір адамға сиқыр дуа істелінген болса, ең бірінші белгісі ол адамның жүрегінде үрей, қорқыныш болады. Үйде отырып бір бала-шаға тірлік, бір іс, жұмыс, тірлік бастайын десе де үрей, қорқыныш, үйде жалғыз қалса біреу жүрген сияқты, желкесінде біреу дем алып тұрған сияқты бір бітпейтін үрей, қорқыныш, тынышсыздық болады. Ол сиқыр дуа бар екенін бірінші белгісі. Екінші белгісі ұйқыдан маза кетеді, жөнді ұйықтай алмайды. Ұйықтағанның өзінде ылғи бір қалаймақан жаман түстер көбінде өлген адамдар жиі көреді. Үшінші белгісі, бұрын ол адам көркем мінезді, жұмсақ мінезді адам болған болса, ол мінезі өзгереді. Ол адам ашушаң болып, нервный болып, әке-шешесінен бастап бүкіл ағайын туған бауырларын ешқайсының айтқанына көнбейтін, сөзін тыңдамайтын, көбінде ерлі-зайыптылар жиі ұрсатын болады. Ол өзінен басқа өзгені ешкімді тыңдамайтын, жүйке жұқарып, нервный болып, ашушаң болып кетеді. Бұл үшінші белгісі. Төртінші белгісі, туысқан туғандар жиналған жерге барғысы келмейді. Көп ешкімді көргісі келмейді. Ондай жерден қашқақтайды. Үйде жатып, телевизор көріп жатса да, телефонға звонок келсе, звоноктың көзін көтермейді. Даусын басып қояды. Ешкім даусын естігісі келмейді. Бара-бара көз көрмейтін, құлақ естімейтін, ешкім танымайтын, телефон связь ұстамайтын айдалаға көшіп өткісі келеді. Ақырындап адам қиялай бола бастайды. Бесінші белгісі, көздің жанары кетеді. Бір 20-30-дағы жап-жас балалар келеді. Көздің жанары 90-нан асып бір 100-ге таяп қалған үлкен бір кісілердің көзі сияқты. Көздің жанары мүлде кетеді. Көздің жанары өшеді. Көзде бір өмірге деген құлшыныстың нышаны өшеді. Ол көз денсаулықтың айнасы деген көзден де бірден білуге болады. Алтыншы белгісі, бұл енді ең соңында әлгі адам шаршаған соншалық, бұл аурудан айықпайтындай, жаңа тіл көз сиқыр деген дерттен айықпайтындай, содан кейін бір тұңғиық төбеден құдыққа түсіп кетіп, сол тығырықтан шығатын жол жоқ сияқты көрінеді. Ең соңында күдері үзіліп, өз-өзіне қол жұмсап, суицидқа апарады. Енді бұл үлкен-үлкен белгілерін айттым. Тағы бір белгісі бар. Мысалы, белгілі бір адамның бас ауруы мүмкін, МРТ-ға түседі, тап-таза. Жүрегі шаншып, міне тоқтап қалатын сияқты көрінеді, рентгенге түседі, тап-таза, көрсетпейді. Дәл сол сияқты бүйрек, бауыр, асқазан рентгенге түседі, таза, көрсетпейді. Қазір енді медицинаның керемет дамыған кезі ғой. Шында ол бір дерт болса, ішінде бір ауру болса, жарасы болса, ол аппарат бәрін көрсету керек. Ал енді аппарат көрсетпегесін, ол да бір сиқыр дуаның белгісі деп қабылдау керек. Енді бұл белгілері сәйкес келсе, ол адам бойында зиянкестік, сиқыр дуа бар деген сөз. Енді белгілерін айтқаннан кейін одан айығудың, емделудің де жолын айтайын. Құранда арнайы сүрелер бар. Тілден, көзден, сиқырдан, дуадан, адамдар мен жындардан болатын зияндықтан қорғайтын. Міне сол Құран сүрелерін оқып, дем салу керек. Бірақ бұл жерде бір айта кететін мәселе, сол себепкер болатын, Құран оқып дем салып беретін адамның міндетті түрде Алла тарапынан берілген емшілік қасиеті болу керек. Аузы дуалы болу керек. Ол адамның дұғасы қабыл болу үшін ол адамның өзінің 5 уақыт намазы, оразасы түгел болу керек. Емдеу тәсілі шариғи шеңберден шықпайтын болу керек. Сонда ғана Құран оқып дем салып беретін болса, Алла сәтін салса, жақсы болып жазылады. Одан қорқудың қажет жоқ. Енді тағы да бір айта кететін мәселе, өзімізге келгенде өте көп адамдар звондағанда, телефонмен хабарласқанда сәл бір ыңғайсыздау сұрақ қойып жатады. Белгілі бір адамның проблемасын айтады да,
WhatsAppпен суретін жіберем, емдей сал, телефонмен онлайн ем сала сал деп. Енді маған ондай сұрақтарды қоймауларыңызды сұраймын. Өйткені адам телефонмен бүкіл Қазақстан болсын, көрші елдер болсын, телефонның бәрін емдей беретін болса, білмеймін енді онда ешкім, ешқандай адам түшкірмей, жөтелмей, бәрі жүз жасайтын шығар деп ойлаймын өзі. Енді сәл ол ақылға сыйыңқырамайды, ондай сұрақтарды қоймауларыңызды сұраймын. Белгілі бір себепкер болатын адамның алдына барсаңыз, сол жерде ауруынан айығуға, тіл көз сиқырдан тазаруына, аяқтан тік тұрып, Алла сәтін сап жақсы болып жазылып кетуіңізге себепкер болып жатса, алдына барған кезде бұның өзі бұл өте керемет жағдай деп ойлаймын.